Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, студенттер. Сіздермен Талдықорған жоғары политехникалық колледжінің педагог модераторы Батырхан Айман. Бүгінгі видео сабағымыздың тақырыбы электроник workbench бағдарламасымен жұмыс. Сабағымыздың мақсаты білім алушыларды электроник workbench бағдарламасында тапсырмаларды орындау арқылы логикалық элементтерді сұлбаға жалғау және логикалық анализатор арқылы уақыт кестесін алу дағдыларын қалыптастыру. Сабағымыздың бағалау өлшемдері электроник workbench бағдарламасында сұлбаларды жинайды, логикалық элементтердегі сандық құрылғылардың жұмысын зерттейді, сұлбаларға сәйкес ақиқат кестелерін толтырады, логикалық элементтердің уақыт кестесін құра алады. Өткен сабақты қайталау барысында үйге берілген үй тапсырмасын тексеріп алсақ. Енді үй тапсырмасында 948 санын ондық санау жүйесінен екілік санау жүйесіне ауыстырамыз. Кім орындап келді? Қол көтереміз. Амир, тақтаға шығыңыз. Қанша болады екен? Жақсы. Енді осы сұрақтарды жаттап отырайық. Соңында біз тексеретін боламыз, иә? Келесі екіншісі кім шығады? Арман, шығыңыз. Екіншісіне ауыстырамыз, мышкамен. Жақсы. Келесісіне кім шығады екен? Арсен? Жақсы. Ал келесісіне? Yes, келіңіз. Және соңғысына кім шығады? Жангер? Жақсы. Ал енді студенттер көрейік. Ал енді дұрыс жауаптарын көрейік. Бізде жаңағы Амир, Арсен, Арман үшеуінің жауаптары дұрыс екен. Бізде қателескен Ильяс пен Жангер. Ал енді келесі тапсырмамызға көшсек, электроник workbench бағдарламасында және логикалық элементтің кестесін сызамыз, және де сол кестеден Y-тің мәнін тауып, кестеге сызамыз дәптерімізге, және де соған уақыт кестесін құрамыз.
кітаптарыңызды ашып шығарыңыз. Мына жаққа келіп тұрыңыздар. Сіздер орталарын араларыңызды ашып тұрамыз. Және де мына видеодағыдай биді қайталайық, иә? Ал 1, 2, 3. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's high, you feel it, but you got it, believe it. When you go get up, you keep going up, time everywhere, 'cause this is Africa. Time everywhere. It's time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, your winning light, almost left over. People are raising their expectations. Go and be, and this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. You get down, get up, oh, and you get down, get up, hey. Time and out, yeah, time, yeah. This time for Africa. Time, yeah, hey. Ал енді көңіліміз кішкене көтеріліп, сергіп қалсақ, тапсырмамызды ары қарай жалғастырайық, иә? Балалар, тапсырмаларымызды орындап болсақ, алдыларыңыздағы бағалау парағын маған өткізейік те орындарымызға келіп жайғасайық, иә? Ал сабағымызды қорытындылай келе, бір кері байланыс жүргізіп өтсек, сіздермен сабаққа байланысты. Бүгінгі сабақта сіздерге не қиын болды, қандай тапсырма жеңіл болды, қай жерді түсінбедіңіздер дегенде өз ойларыңызды айтып өтсеңіздер. Арсен? Бүгінгі сабақ маған қызық және түсінікті болып шықты, және сол сабақ үшін рахмет. Тағы кім айтады? Келесі? Жангел? Маған бүгінгі сабақ оңай болды, түсінікті болды барлығы. Сізге де рахмет. Амир? Бүгінгі сабақ жоғары деңгейде өтті. Workbench бағдарламасында және элементімен жұмыс жасадық. Ол элементтерді табуға қиын болды, бірақ бәрі жақсы өтті. Рахмет сізге. Келесі? Сабақ жақсы болды. Біз электроник Workbench бағдарламасында электрондық схемалармен және логикалық элементін құрып, соны жетілдірдік. Бүгінгі сабақ өте жақсы өтті және электроник Workbenchпен жұмыс істеген оңай екен.